дәл осындай мандариннің сезонында мандарин қосып мен де пирог жасап көрдім. Өте ерекше пирог, бір жасағаннан дәл осылай шығады. Ол үшін менің арнама тіркеле кетіңіз, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ең бірінші бізге жұмыртқа, 3 жұмыртқа, одан кейін қант, екеуін жақсылап тұрып пенчикпен араластырамыз. Одан соң сүт құямыз, үстіне сүт құямыз. Одан соң кішкене растительный масло, бізде сұйық май, шемішкі май деп айтылады, соны құямыз. Алдын ала електен өткізіліп тұрған ұнымызға 1 шай қасығы разрыхлителімізді салып араластырып аламыз. Дәл осылай етіп араластырып аласыздар. Оны да массамызға қосып араластырып, шетінен қосып, осылай тестісін шығарамыз пирогымыздың. Тестімізді дайындап қойып қоямыз. Одан соң біркелкі массамызды дәл осылай етіп дайындап қойып қоямыз. Одан соң ең пирогымыздың ерекше дәм беретін мандариндерімізді осылай дайындап аламыз. Менде 5 мандарин кетті. Мына жерде 6 мандарин ашығам, бірақ менің қалпыма 5 сыйды. Тұщы мандарин болу керек, тәтті. Менде мынау жақсы мандарин, шамалы ішінде дәнегі бар, алып тастадым. Қышқыл емес, тұщы мандарин. Осыдан 5 мандаринді алып, ортасынан бөліп, істеп, многоразный пергамент дейді, көп реттік пайдаланатын пергаментімді астына жайып, қалпымның кішкене қант сеуіп, дәл осылай мандариндерімді орналастырып, үстіне дайын тұрған қамырымның тестімізді, пирогымыздың тестісін құямыз. Содан кейін қызып тұрған, 180 градуста қызып тұрған пешке бір 20-25 минут пісіріп алдым. Қазір салатын болам. Пирогым осылай дайын болды, қып-қызыл болып пісіп, енді сіздерге көрсетейін ашып. Бірінші рет жасап тұр, менде өте ерекше, жасай берсеңіздер болады. Ешқандай да қорқынышты еш нәрсе жоқ. Міне, әдемі кесіп қойған кезде өте ерекше пирог екен. Сіздер де жасап көріңіздер.